Ассалаумағалейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен 5 түрлі самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Яғни өріп тию, бүгіп тию деген сияқты. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, кеттік, самсамызды жасап бастайық. Менде ішіндегі салмасы дайындап қойғанмын, және де қамыры дайын. Қамырын өзім қолдан елеп жасадым. Осы каналымда менің самсаның қамырының рецептісі бар, сол жерден көрсеңіздер болады. Және де қамырларым біркелкі болу үшін әрқайсысын 35 граммнан 34 граммнан өлшеп алдым. Осыны енді жұқамай орташа қалыңдықта жайып алатын боласыздар. Ал енді бастайық. Ең бірінші әдістен бастаймыз. Ең бірінші әдіс бізде осылай салмасын ортасына саласыздар да, өте қатты толтырмай, кәдімгі вареники сияқты жан-жағынан үстіп жабыстырып шығамыз. Қараңыздар, осылай жабысады ғой. Содан кейін терісінен аударамыз да 1, 2, 3, 4 деп осылай санап отырып кете бересіздер. Басында қолдарыңыз үйренбеуі мүмкін. Кейін осылай қайырып өру арқылы тез жасайтын боласыздар. Ең соңында осылай ұшына келген кезде соңын астына қарай кіргізіп жүретін боласыздар. Мен сіздерге міне қайтадан көрсетейін. Міне санап отырып 1, 2, 3, 4 десеңіздер өз қатарымен кете береді. Міне қараңыздар. Енді соңына келгенде астына қарай қайырып жүретін боласыздар. Одан кейін екінші әдіс бізде қазір хит болып кеткен тюльпан самсасы, яғни гүлді самса. Оны қалай жасаймыз? Ортасынан қамырды бөлесіздерді 3 бұрыштап орап, астыңғы жағын осылай жақсылап жабыстырып шығасыздар. Міне қараңыздар, әдемі болып шыға келеді. Міне қайтадан көрсетейін. Осылай ортасынан бөлесіздер, салмасын осылай бір шетіне саласыздар да, айналдырып 3 бұрышты қып, және де осы асты жағын жақсылап бекітесіздер. Міне екінші әдіс осындай. Ал енді бізде үшінші әдіске көшеміз. Ол әдіс бізде кәдімгі қарапайым өзіміз үйде күнделікті қолданып жүрген 3 бұрышты самса. Яғни бұны білетін шығарсыздар. Енді күнде жасаймыз ғой, ең оңай жолы осы дейміз да. Тез жасап аламыз. Тек қана 3 бұрышты самса әдемі шығу үшін әдемілеп 3 бұрыштап жасасаңыздар керемет болып шығады. Жаңа 3 жағы да бірдей болып. Енді бізде төртінші әдіс бізде былай қараңыздар. Мына шетінен бәрін жинастырасыздар да ортаға әкелесіздер, жақсылап тұрып, одан кейін барып қолымызбен айналдыра отырып домалақ круг жасаймыз. Міне сонда домалақ самса болды. Қараңыздар, керемет болып шығады. Тағы бір рет сіздерге көрсетіп жіберейін. Қараңыздар, міне жақсылап біріктіресіздер, одан кейін айналдырып осылай топ-домалақ қыласыздар. Енді ең соңғысы 5-ші әдіс. Бұл бізде осылай міне өріп тиесіздер. Екі жағына кезек-кезекпен баса береміз. Қараңыздар, тағы бір рет көрсетіп жіберейін сіздерге. Міне қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп осылай екі шетінен баса бересіздер. Барлық самсамызды жасап болғаннан кейін сыртына жұмыртқамызды жағып, самса әдем болып көру үшін сіздерге айтайын, міндетті түрде мак пен күнжытты араластырып сепсеңіздер, піскенде ерекше болып әдемі көрінеді. Қараңыздар, самсаларым пісіп шықты. Формалары әртүрлі, өзіңізге қалаған форманы жасасаңыздар болады. Мынау менде гүл самса, қараңыздар, тюльпан самсасы деп атамыз. Мынау бізде домалақ круг сияқты жасалған самса тұр жанында. Міне қараңыздар, міне домалақ самсамыз біздің. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, 3 бұрышты самсамыз. Одан кейін жаңа мен сіздерге өзім көрсеттім ғой, жанына қарай өріп тию. Міне осы самсамыз. Одан кейін ең соңғысы жаңағы 5-ші түрі. Міне осымен бәрі дайын. Каналыма тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар.